Сәлем достар, сәлем қадірлі оқушылар. Бүгін тағы да сіздермен Түркістан облысы Сайрам ауданы 4-ші мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Абубакирова Феруза Ахмаджановна. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты болмақ. Себебі бүгін бізде көксағыз, каучук және резеңке тақырыптары. Бүгін біздің оқу мақсаттарымыз алкадиендердің табиғатта таралуын, каучук пен резинаның алынуын зерделеу болып табылады. Бұндағы сабақ мақсаты алкадиендердің табиғатта таралуын үйренеміз, каучук пен резинаның алынуын зерделейтін боламыз. Тағы да күнделікті өмірде, өнеркәсіпте көксағыз және каучук және резеңкенің қолдануына байланысты ақпараттар жинақтап ұсынатын боласыздар. Бүгінгі сабақтағы біздің құндылықтар: сабақ барысында достық, ынтымақтастық қарым-қатынасын орнатасыздар. Тағы да каучук және резинка өндірісінде қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне мән бересіздер. Ал енді олай болса, сабағымызды бастадық оқушылар. Демек, бірінші болып тарихіне мән берейікші. Каучук қайдан шыққан екен, қандай мағынаны білдіреді екен деген сұрақ сіздерге өте қызықты болып отырғанын білемін. Каучук дегеніміз бұл ағаштың көз жасы деген мағынаны білдіреді. Неліктен? Себебі каучук сөзі бірінші болып анау бір Христофор Колумбтың кезіне барып тағалады. Ол кезде Христофор Колумб Бразилияға барған кезде сол жерлі халықтың бір қандай да думалақ бір затты ойнап жүргенін көреді. Бұл зат өте жұмсақ болады, эластик болады. Ол жерге ұрса, жоғарыға секіріп тұрады. Тура біздің қазіргі доптар сияқты. Демек, ол қайдан келді деген сұраққа өздеріңіз пайымдап отырсыздар. Бразилиядағы гевея ағашының денесін кескен кезде мынадай ақ сұйық зат ағады екен. Бұл сұйық заттарды мына төменде көріп тұрсыздар. Көп деген ағаштардан жинап алып, оны арнайы ыдыстарға жинайды. Бұл жиналған ыдыстарды кейін өндіріске апарып, одан латекс деп аталатын сол каучук, табиғи каучукты алады екен. Немесе көксағызды алады екен оқушылар. Демек, көксағыз бізде екінші атауымен табиғи каучук, латекс деп аталады екен. Демек, оқушылар, табиғи каучук Бразилиядағы гевея ағашының көз жасы екен ғой десек болады. Ал енді біз сіздермен каучук өндірісі туралы білімдерді алайық. Демек, алкадиендердің өкілдері ретінде каучук өндірісінде екі зат қолданылады екен, байқадық, иә? Біріншісі табиғи каучук алу үшін қызмет ететін зат, ал екіншісі синтетикалық каучук алу үшін қызмет ететін зат. Бұл бізде синтетикалық каучук алуға дивинил немесе бутадиен бір үшті қолданады екенбіз. Ол қандай зат дегенге, өзіне тән өткір иісі бар, төссіз газ екен. Мұнайды өңдеу барысында түзіледі екен. Және табиғи газдың құрамындағы бутан мен бутиленді катализдік дейміз, немесе катализатормен дегідірлеп алуға, сутексіздендіріп алуға болады екен. Енді синтездік немесе синтетикалық каучуктар бутадиен каучугі, бутадиен стерол каучугі, бутадиен нитрил каучугі деп аталады. Тағы да оларды екінші бір атаумен пластмассалар деп атайды. Ал енді табиғи каучукты латекс деп атайды оқушылар. Демек, латекс деген атау бізде табиғи каучук деген мағынаны білдіреді екен. Сол каучуктың мономерлері бізде екі екен, иә? Біріншісі дивинил, ал екіншісі изопрен. Ал енді бізде бұл тарих болды. Сол бірінші болып біздің өңірлерде кім ашты каучукты деген сұраққа жауап берейік. Бірінші болып орыс ғалымы 1932 жылда Лебедев ашқан болатын. Ол профессор, академик. Сол ғалым өнеркәсіпте синтетикалық каучук алуды жолға қояды. Оның синтетикалық каучук алуды жолға қою үшін бірінші болып
мына алюминий және мырыш катализаторлары көмегімен этанолдан бутадиен бір үшті не істейді екен? Алады екен. Бұл бутадиен бір үшті алу барысында, қадірлі оқушылар, бірінші болып сол каучукты алуға жол ашылады. Бірақ әрі қарай лебедев сол бутадиен бір үштен, тағы изопреннен мұнай құрамындағы заттардан синтетикалық каучук алуды өзі өндірістік масштабта жолға қойған ғалым екен. Енді сіздермен реакцияларына тоқталып кетейік, оқушылар, қалай аламыз деген сұраққа. Бірінші, бутадиен бір үштен алу үшін мына мән беріңіздер. Мына жерде бутадиен, мына формуласын жазып қойдым. Бір бутадиен, мына қараңыздар. 1, 2, 3, 4-ке дейін, мына жерге дейін бір бутадиен. Ал оған тағы мына жерде біреуін қосып қойғам. Оған тағы қосамыз. Бұл дегені барлығы N бутадиенні қосамыз деген ғой. N бутадиен, мұнаның бәрі N бутадиен. Ал бұл N бутадиенні қосқан кезде, олар бір-бірімен қандай өзгеріске ұшырайды? Мына бірінші қос байланыс үзіледі, сыртқа шығады. Ал оның жартысы ортаға сүрілетін болады, ығысаты. Ал мына үштен кейінгі қос байланыста үзіледі. Оның жартысы келесі молекуламен, былайша айтқанда, полимер түзуге әрекет жасайды, қосылады. Ал жартысы болса, мына екінші және үшінші көміртек арасындағы қос байланысты түзуге үлес қосады. Демек, қараңыздар, мына жерде қандай зат пайда болды? Бізде диен еді ғой, мына қос байланыстар екеу еді. Енді мынау полимердің құрамында қос байланыстар бір мономер буынына біреу болып қалды. Мынау екінші мономер буыны, қараңыздар, бұнда да қос байланыс біреу болып тұр. Демек, мономер буындары қайталану барысында бізде полимер түзіледі екен. Мысалы, 100 немесе 1000 немесе 500 дейік бутадиен өзара бір-бірімен қосылуы нәтижесінде бізде полимер зат түзіледі екен. Яғни полимеризация іске асады. Бұл процесте мономер молекулалары бір-біріне қайта-қайта қосылуы нәтижесінде үлкен молекулалық полимер немесе дивинил каучук, яғни синтездік каучук, синтетикалық каучук түзіледі екен. Мына жердегі N бұл бізде буын саны, яғни мономердің неше рет қайталанғанын көрсететін сан. Тағы да біз оны буын санын полимерлену дәрежесі деп те атаймыз. Мысалы, N-нің мәнін табу үшін біз полимердің молекулалық массасын мономердің молекулалық массасына бөлетін болсақ, бізде полимерлену дәрежесі немесе буын саны келіп шығады. Мына формуланың өзінен буын саны бізге берілген болса, мономердің емерін көбейткен кезде полимердің емері келіп шығады. Демек, мына формуланы қолдану арқылы біз полимердің емерін табу, яғни молекулалық массасын, немесе буын санын таба аламыз. Ал енді мономердің массасы бізде өзгермейтін маңыз сан. Бұл, мысалы, бутадиен үшін анық бір сан, яғни С4H6 болатын болса, оның молекулалық массасы 48-ге 6-ны қосатын болса, 54 грамм бөлінген молға тең. Түсінді ғой, Демек, мынау мономердің массасы мәлім болады бізге әрқашан, ал буын санын немесе полимердің молекулалық массасын есептейміз. Демек, сіздермен көк сағыз, яғни бутадиен 1,3-тен бутадиен каучук алдық. Бұл екінші атаумен дивинил каучук, синтетикалық каучук деп те аталады екен. Ал енді изопреннен тура сол сияқты, әрине, біз ана ағаштың несін алған кезде ақ түсті, 2 метил 1,3 бутадиеннің түсі сүттей аппақ, көрдіңіздер жоғарыда. Ақ түсті сұйық зат, оның формуласы мына изопреннің формуласымен бірдей екен. Біз сол изопреннің формуласымен ағаштан алынатын затымыздың формуласы бірдей болған үшін,
бұл жолмен алынатын каучукты табиғи каучук деп атаймыз. Демек, табиғи каучук гевея ағашының денесінен ағып шығатын мына изопрен құрамды ақ сүттей заттың полимерлену нәтижесінде түзіледі екен. Түсінді ғой, иә? Мынаның формуласында тура жоғарғы сияқты изопрен мономерін қайта-қайта бір-бірімен қосылуы нәтижесінен бізде изопрен каучук түзіледі. Ал изопрен каучуктың құрылысы тура ана ағаштан алынған изопреннен немесе заттан алынған латекспен бір-біріне өте жақын болады екен. Сол үшін бұны табиғи каучук құрамы деп те атаймыз, оқушылар. Бірақ мән беріңіздер, бутаден каучукта да, табиғи каучукта да бір орында екінші және үшінші көміртек атомдарының арасында қос байланыс бар. Бұл қос байланыс бізге келешекте резеңке алуға көмек беретін байланыс. Ал енді әрі қарай кеттік, оның механизмі қандай деген сұраққа жауап берейікші. Демек, бізде полимеризация процесі жүріп жатыр. Бұл полимеризация процесінде бутаден 1,3-тен бізде синтездік бутаденді каучук құрылды. Мына қараңыздар, ona буын сандары берілген. Олар үлкен мәнге ие. Ал енді, мына жоғарыда қарайтын болсаңыздар, олардың қандай механизммен полимерленуге түседі деген сұраққа жауапты алатын боламыз. Демек, қарайтын болсаңыздар, бұл механизмда полимерлену радикалды механизммен жүреді екен. И қосарланған алкадиендердің полимерленуі 1,4 қосылу бойынша жүргені үшін өте полимердің құрылымдық құрылысы стерео дейміз, тәртіпті, ретті болады екен. Тағы да бұл сис және транс изомерлерден тұрады екен. Стерео ретті полимердің құрылым буындары тек қана сис изомерден немесе тек қана транс изомерлерден тұрған үшін олардың өндірісте маңыздылығы артады және тұрмыста, өндірісте олардан кеңінен қолданамыз. Қадірлі оқушылар, олардың құрылымы тәртіпті десек дұрыс болады. Стерео ретті деген өте тәртіпті орналасқан. Не барлығында сутектер бір жағында, не барлығында сутектер қарама-қарсы жақта. Сол үшін қосарланған алкадиендердің полимерленуі біз үшін маңызды. Олардан түзілген полимерлер өте тәртіпті, стерео ретті. Бұның нәтижесінде олар берік болады, біз үшін қолдануға ыңғайлы болады екен. Демек, енді оқушылар, мен сіздерге сол резина алу процесіне келіп қалдық. Мына жерде қос байланысты көріп тұрсыздар, иә? Сол қос байланыстар үзіліп, бір макромолекула екінші бір макромолекуламен, яғни бір үлкен молекула екінші бір үлкен молекуламен арасынан мына күкірт арқылы тігіледі екен. Бұл тігілу нәтижесінде бізде резина пайда болады екен, оқушылар. Резинаның қаншалықты біздің өмірімізде пайдалы екендігін білесіздер. Демек, каучуктан күкірт арқылы резина алу процесі вулканизация деп аталады. Неліктен вулканизация деп аталады? Себебі олар тігіліп жатыр. Мына бағана көрген жоғарыда қос байланыс бар ғой. Сол қос байланыс үзілді және мынау бір макромолекула делік, мынау екінші макромолекула, үлкен молекула, мынау үшінші үлкен молекула. Олар бір-бірімен күкіртпен тігілгенде араларында мына бос орындар қалады. Бұл олардың біздің сөзбен айтқанда деформациясына себеп болып, резинаның каучукқа қарағанда жұмсақ болуына себеп болады екен. Сол үшін каучукқа қарағанда бүгін күнде сіздер мына машиналардың шиналары, баллондар дейсіздер ғой, қаншалықты көп қолданатынымызды, немесе аяқ киімдердің табандары,
Бұлардың бәрі резинадан жасалған болады. Сол үшін мына вулканизациялау процесі каучуктың қасиеттерін жақсартып, көксағыздың құрылысын жақсартып, мынандай бос орындардың пайда болуына себеп болады екен. Мына бос орындар көрдіңіздер, иә? Бұл бос орындар олардың деформацияға ұшырауына себеп болып, резинаның жұмсақ зат болуына себеп болады екен. Сол үшін вулканизация нәтижесінде резеңке аламыз, оларды эластомерлер деп те атайды. Эластик деген сөздің мағынасын білесіздер, иә? Эластомер дегеніміз бұл каучуктан алынған резиналардың жалпы атауы болып есептеледі. Оқушылар, демек бүгінгі резеңке және каучук тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олардың тарихымен таныстыңыздар, алу реакцияларын көрдіңіздер, және өмірде бізде олардың вулканизация арқылы алынатын реакцияларын білдіңіздер. Тағы да пайдалы заттар екендігін кеңінен қолданатынымызды білдіңіздер. Демек, бүгін күнде біз мына машиналардың шиналары соншалықты көп өндіріледі. Демек, мына резинаны өндірісін дейміз, өте маңызды бір өндірістердің бірі деп атай аламыз. Себебі бүгін күнде машиналардың саны өте көп. Оларсыз біз өзіміздің өмірімізді елестете алмаймыз. Қадірлі оқушылар, бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті. Өте қызықты сабақты сіздер дәптерлеріңізге әдемілеп жазып, сызып алыңыздар. Тағы да мына үй тапсырмасын орындап қойыңыздар. Демек, каучук алудың реакцияларын жазыңыздар. Бутадиен брюштен дивинил аласыздар, яғни синтездік каучук. Оны жоғарыда мен көрсеттім. Ал 2 метил брюш бутадиеннен, яғни изопреннен табиғи каучукқа ұқсас болған каучук аласыздар. Тағы да сіздер мына жердегі диендер тақырыбындағы элиминерлеуге байланысты да тапсырма беріп отырмын. Мына мән беріңіздер. Мына жерде калий OH спирт деген тұр ғой, иә? Болды, элиминерлеу болады. Яғни мына жерде азаттарыңыздың құрамында қос байланыстар болады. Яғни брюш бутадиен болады деген сөз ғой. Мына хлор, мына дихлорлы туынды екен. Калиймен шығып кетеді, 2 калий хлор болып. Бұл ретте, байқасаңыздар, қос байланыстар түзіліп, мына азаты бізде 1,3 бутадиен. Ал оған H хлор 1 мол қосқан кезде не түзіледі? Бұл жерде 1,2 және 1,4 қосылыс туралы сөз болып жатқанын сіздерге естеріңізге салайын. Есі 2 мол болатын болса, онда қос байланыстардың барлығы үзіліп, бізде 1, 2, 3, 4 тетрабром бутанға айналып кетеді. Ал енді мына жерде 1 мол болғанда не 1,2 қосылу, не бізде 1,4 қосылу іске асады. Сол екеуінің формаларын мына жерге жазасыздар. Ал енді бұл есепте тура сол сияқты, мына жерде күкірт қышқылы бізде су тартқыш екенін білесіздер. Мына жердегі H пен OH және H-тан су шығып кетсе, мына жердегі OH пен H-тан тағы бір су шығып кетсе, демек бізде мына жерде пропадиен түзіледі екен. Ал енді әрі қарай пропадиенге 1 мол бром қосқан кезде не зат түзіледі? 2 мол қосқанда не зат түзіледі? Яғни 1 мол қосқанда бізде қос байланыстардың жағдайы қандай? Екеуі үзілмеді. Сол үшін 2 өнім түзіліп тұр. Ал оған тағы 1 бром қосқан кезде бізде барлық байланыстар үзіліп кетеді, қос байланыстар. Сол үшін 1 ғана өнім шығады. Демек, оқушылар, сіздер мынау тапсырмаларды шеше алатындай білімге ие болдыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.